Сәлем достар, бәріміздің сүйіп жейтін тағамымыз ет пен картоп дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайк басып, пікіріңізді комментарийда қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен етімізді жақсылап жуып аламыз да, 4 бұрышты қылып, өзіңізге ұнайтындай көлемде кішкентай немесе үлкендеу қылдырып, кесіп дайындап қоямыз. Етті турап дайындап қойдық. Енді отымызды жағып, қазанды қойып, үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майды қыздырып аламыз. Қызғаннан соң үстіне етімізді салып қуырамыз. Ет қуырылып жатқан кезде жуамызды ашып, жуып, оны да турап дайындаймыз. Жуанның көлемін ірілеу қылдырып тураймыз. Етіміз жақсылап қуырылып жатыр, үстінен жуамызды қосамыз да, тағы да кішкене қуырамыз. Ең бастысы етті тұздап, үстінен қара бұрыш қосамыз. Және өзіңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді де қосуыңызға болады. Бірақ менің ойымша бұл тағамға ет пен бұрыш жақсы үйлесімді кетеді. Мен бұл тағамға бір ас қасық томат пастасын қостым. Кішкене картопқа түс беріп тұрады, рең беріп тұрады, кішкене қышқыл дәм береді етке. Сіздер қосуыңызға болады, немесе қоспауыңызға да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мінекей етіміз бен жуамызды қуырып алдық. Енді осының үстіне суды қосамыз және 1 сағат немесе сағат жарымға жай отта бұқтырып қоямыз. Дайын болу уақыты сіздің етіңізге байланысты. Міндетті түрде қадағалап қарап отырыңыздар. Етіміз пісіп жатқан уақытта картопымыздың сыртын ашып, оны жуып аламыз және де 4 бұрышты қылдырып турап, салқын суға салып қоямыз. Мінекей етіміз дайын болды. Еттің үстінен картопын салатын боламыз. Міндетті түрде картопты жақсылап тұздаймыз және де қара бұрыш себеміз. Картопты араластырып аламыз да, үстінен кішкене су құйып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Дайын болу уақыты шамамен жарты сағаттан кейін картопын қарайсыз. Картопы жұмсарған болса, дайын болды дегенді білдіреді. Мінекей осындай түскі ас немесе кешкі асымыз дайын болды. Өте тойымды және дәмді тағамдардың бірі, және де қарапайым күнделікті жейтін тағамдарымыздың бірі. Бетіне жасыл жуамен немесе петрушка укроппен әсемдеуіңізге болады. Қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.